Жалаң аяқ жүрсе де соғыстан қашпайтын халық. Орталық Азияға да арнайы әскери операция бастау керек. Проблемы в нашей Азии, вот это для нас может быть гигантская проблема. Трампқа құсақсы келіп отқан бір есі дұрыс емес адам деп санаймын. Көздерінің астарында не жатыр? Бұл біздің жерімізге көз тігудің нақты ашылған түрі. Ол әр жындыға жынды болып болған, сен оңбағансың, сен парасатсызсың, сен жаңағы ұятың жоқ адам дегенмен ол оған ондай өтпейді. Ресей жалпы тағы бір әскери шабуыл жасауға қабілетті ма негізінен? 100 мыңдаған, миллиондаған әскерді қайда жібереді? Олар пайдаланады оны, міндетті түрде пайдаланады. Жоқ, сіз оны дұрыстап сарап жасаңыз. Путиннің билігі соғысқа байланысты болып тұр. Орталық Азияға да арнайы әскери операция бастау керек. Мұны ресейлік тележүргізуші Владимир Соловьев айтты. Ол өз сөзінде Дональд Трамптың Гренландия мен Венесуэлаға қатысты мәлімдемелерін мысалға келтірді. Сосын Ресейдің ықпалы жүретін аймақтары тақырыбына тоқталды. Оның айтуынша Орталық Азия Ресейдікі, сондықтан Ресей, Сирия мен Венесуэла сияқты алыс аймақтарға емес, жақын шетелге көбірек көңіл бөлуі тиіс. Соловьев: біз ұлттық қауіпсіздік үшін Украина аумағына арнайы әскери операция бастадық. Оны Ресейдің ықпалы жүретін басқа аймақтарына да жасай аламыз деп ашық айтты. Мы должны заниматься сейчас не Сирией и не Венесуэлой. Мы не должны терять наших позиций. Но самое важное для нас — наше ближнее зарубежье. Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении — вот это гигантская проблема. Проблемы в нашей Азии, Средней Азии, Центральной Азии, как ее называют, вот это для нас может быть гигантской проблемой. И мы должны очень четко сформулировать наши цели и задачи. И мы должны объяснить: игры кончились. Плевать на международные права, международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния? Может быть, нам необходимо сформулировать нашу национальную доктрину и четко сказать, какова наша зона влияния. Бүгін біз дәл осы тақырыпта саясаттанушылармен сұхбаттасамыз. Оның сөздерінің астарында не жатыр? Ол басқа сөз табылмаса, онда сондай бағдарламаны жүргізбей ақ қойсын, теледидарға шықпай ақ қойсын. Ол әр жындыға жынды болып болған, сен оңбағансың, сен парасатсызсың, сен жаңағы ұятың жоқ адам дегенмен ол оған ондай өтпейді. Біз оны әр айтқан сөзіне жауап бере берсек былай, оның рейтингін біз көтере береміз. Ондай ақымақтарға реагировать етудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Оған жауап Қазақстанның экономикасын көтеру керек, халқын көтеру керек, қару-жарағын күшейту керек. Қазақстан өзін қорғайтын жағдайға алып келу керек. Қазір жоны айтқан сөздің метафорасы қазір күштілердің заманы келді деген сөз ол. Жалғыз Қазақстан емес. Кімде күш бар, сонда құқық сонда деген сөз ол түбінде. Ол енді ол ойсыздық, парасатсыздық ақымақтардың уақытысында өтеді. Әрқайсысына оны жауап беріп, шашаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Біріншіден, бұрын осындай пікірді алғаш рет Жириновский айтатын тұғын, Лимонов айтатын тұғын нақты. Бұл 90-шы жылдардың басы. Оның алдында Солженицын жазған болатын. Осы мәселе жөнінен үлкен шығарма жазған болатын. Соның ішінде Қазақстанның территориясын алу туралы мәселе қойылған. Бірақ белгілі бір уақыт өткен сайын осы мәселе жаңарып, басқа сапаға көтеріліп келе жатыр. Соңғы уақыттарда Думаның депутаттары айтатын болды, губернаторлар айтатын болды. Одан кейін барып, заңды түрде ғалымдар айта бастады, тарихшылар айта бастады, саясаттанушылар айта бастады. Олар енді дәлелдеуге кірісті. Құрашин біздің жеріміз емес. Бұл осындай уақытта берілген, бұлар баяғыдан келе жатқанын халыққа дәлелдей бастады. Бұл өкінішке орай осындай прогресс жолменен жоғары келе жатқан мәселенің нүктесі деп айтар болады кешегі Соловьевтің айтқаны. Бұл біздің жерімізге көз тігудің нақты ашылған түрі. Біреулердің сандыра ғой, айтып жүр ғой, әшейін жағы бір эмоциямен айтып қалған шығар деген мәселе емес. Бұл өзіңіз айтып отырғандай, бұл жоспарлы түрдегі жасалып жатқан идеологиялық шайқас.
гибридті соғыс деп айтады ғой. Бұның соның бір бағыты осы мәселе. Сондықтан бұл жерде біз қазір айта алмаймыз да, ой, Соловьев деген әшейін бір жүрген жүргізуші ғой, айқайшыл, сондай адамның біреуі ғой деп. Жоқ. Иә, бұл мемлекеттік деңгейдегі стратегиялық Ресейдің бағытының басының ашылуы. Осылай халықты дайындай бастайды. Енді екінші мәселе, бұны мәселенің бәрін дайындау, осының бәрінің айтылуы, біздер ренжіп жатырмыз ғой. Осылай айтып жатыр деген мәселе жоқ. Бұл мәселе Ресей халқына арналған. Бұл Ресейдің азаматтарына бағытталған әңгіме. Қазаққа емес, Қазақстанға емес, Арменияға емес, тағы айтылып айтамын. Бұл Ресейдің халқын дайындау мәселесі. Міне біздің алдымызда тұрған жоспар осы деп. Осы жүргізіліп жатқан жұмыс, солтүстік Қазақстан біздің территория дегеннің бәрі Ресей халқына бағытталады. 90%. 10% ғана бізге бағытталады. Сондықтан бұл Ресей халқына нақты бағыт беріп жатыр. Ертең Ресейдің халқы айтпасын, ойбай ана жақта біздің балаларымыз өліп жатыр ғой, қырылып жатыр ғой, осы соғыс тоқтатайық емес, іштей дайындық болсын, соғыс әрі қарап жалғасады. Путиннің билігі соғысқа байланысты болып тұр. Соғыс тоқтаған уақытта Путин билігінің үстіне қауіп төнеді. Сондықтан соғыс тоқтамайды деген мәселе осы жерде анық тағы да бір көрінісін тапты. Иә, Соловьевтың аузымен, бірақ көптеген саясаттанушылардың аузында жүрген мәселе Путин тек қана соғыс арқылы ұстап отыр, Ресей деген мәселені тағы да анықтала бастады. Демек бұл соғыс. Мүмкін Украина жағынан уақытша тоқтауы мүмкін, бірақ әрі қарап жалғасын таба ма деген үлкен сұрақ бар ғой біздің айта беретін. Сол сұрақтың бір шеті ортаға келді деп өзім ойлаймын да. Америкаға подобие жасап отқан сияқты, өзін Трамп деп санап отыр ма? Трамп та біресе Гренландияға жаңағы қараптан қарап тиіседі, біресе Мексикаға тиіседі, Венесуэла шабуыл жасады. Оның ой пікірі, біз сондай деңгейге жетуіміз келеді. Қазіргі жаңағы осы артқы кездегі болып отқан істерге байланысты ешкімге жаңағы мынандай құқықтық жаңағы правилалар, жаңағы тәжірибелер жұмыс істеп жатқан жоқ, соны бұза беру керек деген шақырып отыр ғой. Ол тек қана Қазақстан емес, тек қана посткеңестік мемлекет емес. Бүкіл оның жаңағы сөйлеген сөзі халықаралық құқықтың бәрін бұзып, өзіміз сондай басқа ережені пайдалануымыз керек деп Трампқа ұқсағысы келіп отқан бір есі дұрыс емес адам деп санаймын. Әуелі жер туралы жағдай, одан кейін бар ол бұрын мемлекет құрмаған, ол ұлт емес деген жағдай, одан кейін жайлап кеп, неге біз өзіміздің ұлттық мүддеміз үшін, Ресей мемлекетінің мүддесі үшін осы мемлекеттерге, не дейміз, әскери операция жасап кірмейміз деген мәселе. Өзінің белгілі бір кезең сайын көтеріліп келе жатыр да, Қазақстанда дәл осындай жағдай бар. Ресейде Украинаға жасалған гибридтік соғысы дәл сол қалпында бірте Қазақстанда қайталанып жатыр. Мен ең қорқыныштысы. Осын неге жаулап алуға болмайды? Бұлар да біздің ұлттық мүддемізге, ұлттық қауіпсіздігімізге қатысты мемлекеттер ғой деп ашық әңгіме айтылып жатыр. Сондықтан мен өз басым бұған таңғалмаймын. Себебі соған келетіні белгілі болды. Басында бұл 14 жылдан бері келе жатқан мәселе, бұл белгілі болды. Мен мақтанбайын, айқайламайын, ойбай, иә мен айтқаным келді деп. Мен саясаттанушы емеспін, мен жаңағы дейміз, өзім жеке ғана пікірімді айтып жатырмын, жаңағы талқылау есебінде. Сондықтан осыған өкінішке орай келетініне осыдан 11 жыл бұрын айтқанбыз. Жоқ, сіз осы дұрыстап сарап жасаңыз. Мен ойымша, Украинада ол өзі де достық саясат жүргізген жоқ. Россия екеуі 30 жыл бойы бірін-біріне претензия айтып келген мемлекет. Қазақстан мен Россияның арасында демаркация, делимитизация өткізіп, екі мемлекет келісім шартты екінің парламентте қолдады. Ондай келісім шарт Украина мен Россияның арасында жоқ. Ол біріншіден. Екіншіден, Қазақстанға ол жаңағы Ресейдің басқа мемлекеттер соның арасында Қазақстанға өкпе айтуға жолы жоқ. Неге десеңіз, олар бізден бұрын өзінің тәуелсіздігін жариялады. Есіңізде бар болса. Біз сонда кімнен келдік? Өздері шығып кетті, өзіміз қалған жерімізбен өзімізге тәуелсіздікті жарияладық. Егемендігімізді жарияладық. Сонда кімге өкпелеу керек? Ресейді жағымына осы Кеңес одағының ыдырағанына кім кінәлі? 3 славян мемлекеттің басшылары кінәлі. Белоруссия, Украина, Ресей.
оған Орта Азия, Қазақстан мемлекетінің ешқандай қатынасы қатысы жоқ. жоқ. Ал бірақ сол кезде ойланбай, дұрыс келісімшартты қабылдамағаны, ойланып барып жаңағы документтер дайындап, бір-біріне өкпелемейтін болып шығып кеткен, мынау Брекзит сияқты, мынау Европа одақтасынан шығып мүшесі болмай тұр. Сол ойланбаған, істелмеген, жаңағы сараптамаған істердің бәрі осы қақтығысқа келтіріп отыр. Осыған енді Ресей жалпы тағы бір әскери шабуыл жасауға қабілетті ма негізінен қазіргі таңда? Қабілетті. Қазір Украинада олардың 3/1 ғана әскері соғысып жатыр. Басқа жердегі олардың әскерлері тұр. Бүкіл шекара бойындағы әскерлері әлі қозғалған жоқ тұр. Және екіншіден, жалпы Ресей мемлекеті әр уақыттарда, не дейміз, біз жеңеміз, біз кезінде Наполеонды жеңдік, біз Гитлерді жеңдік деген ұранның астында жалаң аяқ жүрсе де соғыстан қашпайтын халық. Сондықтан олардың экономикалық жағдайы төмендеген уақытта Европалар ойлайды ау деймін, бұлардың экономикалық жағынан қыспақ қалса, ертең халық көшеге шығады екен де лақтырып тастайды екен деп. Жоқ. Бұлар әттен үйренген нәрсе. Оларға ойбай, менің атам Берлинге барды дегенді мәз, сол сөзге мәз, сол жаңағы ұранның астында әлі де болса белбеулерін тағы да бір-екі тесіп қойып, кез келген нәрсеге шыдап, кез келген жаңағы шабуылға, кез келген агрессияны қолдауға дайын тұрады. Өкінішке орай. Бұл осындай мемлекет болып еді бұрын, қазір қайталап дәл сол мемлекет деңгейіне жетті. Империялық бағыт қайталап жанданды. Сондықтан мен өз басым Ресей жеңіледі. Әйтпесе Ресей ана жақтағы соғысынан әбден титықтайды дегенді айтпаймын. Титықтай тұрса да ол басқа жаққа қарап көз алартуын, не болмаса басқа жаққа басып алу деген жоспарын тоқтатпайды. Себебі сол тоқтатқан күні Путиннің билігінен айырылатыны белгілі. Қазақстан мен Ресейдің қарым-қатынасы 30 жылдан бері тіпті басқаша болды Украина мен Ресей арасында. Сол себептен соны сараптап отырып айтайын. Екіншіде, үшіншіде Россия Қазақстанға арас соғыс ашпайды. Ешқашанда. Неге? Ашпайды. Неге десеңіз, саясатта оған жаңағы себеп жоқ. Осы 30 жыл бойы Қазақстан мен Ресей, Белоруссия, жаңағы Тәжікстан, Қырғызстан бір интеграциялық қызметте бірге жұмыс істеп келді. Сол 30 жылдың арасында бір-біріне ондай жағдайларға бір-бірін оскорблять етіп, достық емес сөздер айтылған жоқ. Екіншіден, бұл соғыстың өзі Ресейге де оңай болып отқан жоқ. Мен ойымша, бұл соғыс қалай бітетінін біз білмейміз. Біткен өзінде де Россия өзіне 30-40 жыл есін жинайтын шығар деп ойлаймын. Украинада соғыс аяқталса, келесі соғыс Қазақстанда болады деген сияқты пікірлер көп айтылады негізінен. Оны мен де талай жерде айттым. Украинадан кейінгі келесі нысана Молдова мен Қазақстан болуы мүмкін дегенді. Оны көптеген саясаттанушылар айтып жүр. Молдова менен Қазақстан. Мүмкін Молдова бірінші орында шығар, керек десеңіз, Қазақстаннан гөрі. Бұл ашық, қазір Ресей тарапынан да айтылып жатқан мәселе, бұл мәселе. Ресей тарапынан да осы мәселе айтылып жатыр. Келесі нысананың не қандай болатынының бәрі. Сондықтан менің ойымша, тек қана дайындығымыз керек та барынша бұл мәселеде. Басқа ешқандай ойлап басты қатыратын ештеңе жоқ. Әр уақыттарда, қауіп төнген уақыттарда мемлекет өзін қорғауға дайындалу керек. Не үшін қажет деп ойлаймын да бұл соғыс негізінен Ресейге жалпы. Украинадан кейін тыныш жатуға болмайды. Оларға мен тағы айтып отырмын. Оларға соғыс біріншіден Путиннің билігін ұстап тұру үшін керек. Екіншіден, олардың империялық мемлекет болғандарын қайталап енді естеріне түсірді ғой. Енді жеке мемлекет болып 91 жыл бөлініп шығып еді ғой. Совет үкіметінен. Енді олар өздерінің империялық мемлекет екеніне қайтып, реванш алып, қайтадан сол империя сияқты басқа мемлекеттерді, не болмаса басқа территорияларды жаулап алуға ашық күшті. Бұлар экономикасының барлығын соғыс рельсіне түсірді. Былайшылықтарда көптеген жаңағы қару-жарақ шығаратын нәрсені соңғы 2 жылдың ішінде жасап үлгерді. Енді оны тоқтатпайды. Ол заводтар шығарып жатыр. Ракетаны, танкты, тағы басқаның бәрін. Және жылдан жылға көбірек шығаруға тырысып жатыр. Оның бәрін қайда жібереді? 100 мыңдаған, миллиондаған әскерді қайда жібереді? Олар пайдаланады оны, міндетті түрде пайдаланады. Сондықтан ол, одан аман қаламыз деп мен өз басым ойламаймын енді. Бірақ әлемдік деңгейде саясат кей уақытта өзгереді, әлемдік деңгейдегі құбылыстар болады. Соған байланысты кей уақыттардағы алға қойған жоспарларын тоқтатуы мүмкін.
кейінге қалдыруы мүмкін. Осындай жағдайлар болады. Бұның бәрі тек қана бізге жақсы болады. Егер сондай жағдай бола қойса, біздің дайындығымызға уақыт қалады. Әлемде геосаяси жағдай тұрақсыз. Жақында ғана ақш президенті Дональд Трамп өзін Венесуэла президентінің міндетін атқаратынын ашық айтты. Ол ақш президенті лауазымын да қатар алып жүр. Бұл қаншалықты заңды? Еске салайық, бұған дейін ақш билігі Венесуэла президенті Николас Мадуроға есірткі саудасына, терроризммен байланысқа және қару-жараққа қатысты ауыр айыптар таққан еді. Нью-Йорктағы сотта ол өзіне тағылған айыптарды мойындамай, өзін әлі де Венесуэланың заңды президенті деп мәлімдеді. Ал Каракас бұл әрекетті мемлекеттік егемендікті бұзу деп бағалап, халықаралық қауымдастықты ақштың әрекетіне баға беруге шақырып отыр. Ол қалай сен оны жариялады, ал қалай басқарады Венесуэланы? Ол жақта халық бар емес пе, жері бар емес пе, армиясы бар емес пе? Кішкентай Афганистанда 20 жыл отырып, соны басқара алмай тұрып, қашты ғой масқара болып. Содан ойланбаймыз оларға. Трамптың көздегені не? Мұнай ма? Не нәрсені көздеп отыр негізі? Керек. Енді бұлардың ең бірінші айтып жатқан себептері бұл Америкаға наркотиктер келмесін деген мәселеден бастады ғой әңгімені. Оның алдында дәл осындай жағдай болсам Панамада да болды. Найерганы бұлар ұстап алып, солардың Панаманың елінің басшысын Колумбияға әлі де осы көзін алартып отыр. Шындығында ол жақтан көбірек келетін анық та. Бірақ негізгі мәселені бұл жерде мен бір-ақ нәрсе деп ойлаймын да. Бұлардың бәрі, жаңағы айтып жатқан Никарагуа болсын, Куба болсын, бұлардың бәрі социалистік жолға түстік деп кезінде жариялап, капиталистік бағыттан көрі, енді Уго Чавестің келгеннен бастап, марқұм, бұлар сол жолға түсе бастады. Сондықтан Америка коммунизм десе ата жауы ғой. Сондықтан бұлардың біртіндеп дәл сондай елдерді Американың қасынан тазартуға кірісіп жатыр деп ойлаймын. Бұлар онымен қоса ертең Кубаны да дәл осылай қылады. Кубаны да өзгертеді, Кубаның да бағытын өзгертеді. Жаңағы социалистік бағыттан басқа бағытқа қарап көшіруге тырысады. Өздерінің капиталистік даму бағытына түсіргісі келеді. Қысқасы, өздерінің жанындағы елдердің бәрін бітіріп алса, олар әлемнің басқа елдеріне де көшеді. Бұл әлі де болса, баяғы қырғи қабақ соғыстың тоқтамауы. Бірақ бұл жерде бір емес, бір оқпен 2-3 қоян атып алайын деп отыр. Екінші мәселе бұл мұнай мәселесі. Енді әлемде мұнай жөнінен бірінші орын ақш-та екенін бәріміз білеміз, Америка құрама штаттарында екенін. Сонымен қоса, жаңағы Венесуэлада өте көп мұнай бар. Бұлар мұнай көзінің негізін өздерінің қолдарына алса, экономикалық тұрғыдан басқаларға өздерінің айтқаны істететіндей деңгейге жетеді американдықтар. Қазір де өздерінде мұнай жеткілікті бүкіл әлемде. Енді Венесуэланың мұнайы қосылған уақытта, бұлар шындығында да ешкімменен сәлем бермейді ешкімге. Сондай деңгейге жетеді мұнаймен қоса. Сондықтан бұл жерде үшінші мәселе, бұл Америка өзінің әлімжеттік деңгейде кез келген ойына келген нәрсені жасай алатындай держава екенін көрсетіп жатыр. Керек па мені ұрлап алам біреудің президентін? Керек па мен ертең Гренландияны басып алам? Гренландияның территориясы Қазақстан территориясымен бірдей. Соны алам деп отыр мысалы. Керек па мен ертең Иранның бәрін бомбалап тастаймын? Оның алдында жазда да бомбалады ғой, ешкім ешнәрсе деген жоқ, үндеген жоқ. Америка өзінің ойына келген істейтіндей мемлекет. Бірінші мемлекет деңгейіне көтерілгенін айту керек, көрсету керек. Және Трамп осы мәселенің бір жақсы, орындаушысы болып келді. Байден ондай емес тұғын. Байден сәлде болса, зиялы дейміз, интеллигент дейміз, сондай тұғын. Ал бұл кәдімгі сәл-пәл әпербақандықпенен Америка мені осындай ол ойына келгенін жасайды деп бүкіл әлемге айтып отыр. Шындығында да Біріккен ұлттар ұйымын менің ойымша жабу керек. Біріккен ұлттар ұйымының ешқандай күш те қалмады, құн да қалмады, бедел де қалмады. Дұрыс айтасыз. Осыны кезінде 22-ші жылы Зеленский айтып еді, Біріккен ұлттар ұйымының жаңағы трибунасында. Біріккен ұлттар ұйымын қайталап құру керек. Қазір Біріккен ұлттар ұйымымен жаңағы қауіпсіздік кеңесі өзінің ешқандай нәрсені орындата алмайды, не орындай алмайтындай деңгейге жетті. Бұл Біріккен ұлттар ұйымын қайталап жаңарту керек деген Зеленский өте тамаша айтып еді. Міне Америка соны көрсетіп отыр қазір. Енді жалпы Трамптың өзге елге кіріп, президенттігін алып алу ол қаншалықты заңды? Ол заңсыз, әрине ол өте заңсыз, бірақ
осыны заңды заңсыз дейтін қандай орган әлемдік? Не, халықаралық сот па? Гаагадағы? Оған американдықтар кірмейміз деп, американдықтар қазір 60 халықаралық ұйымнан шығамыз деп отыр. Мгм. Шындығында да көптеген сол ұйымдарды ұстап отырған американдықтар, мен сізге қызығын айтайын. Мына ОБС дейміз ғой? Иә, ОБС, Европа иә, қауіпсіздігі. қауіпсіздік. Соның бәрін ақшасын беріп отырған американдықтар. Европаның қауіпсіздігін ұстап отырған американдықтар. Бәрі біз Қазақстандағы ОБС-нің бастықтарының бәрі де американдықтар болды. Мен енді жүрдім ғой саясатта, сол жерде көріп. Бірде-бір Европаның адамы келген жоқ. Сондықтан Біріккен ұлттар ұйымының ұстап отқан американдықтар ақша беріп. НАТОны ұстап отқан американдықтар. Сондықтан олар айтады, мына ұйымдардың бәрінің кімге қажеті бар? Біздің ақшамызға ұсталып отырса, осы кімге керек? Біз ол ақшамызды бермей ақ қояйық, бұл ұйымдар жабылсын деді де қойды. Иә, енді себебі жаңағы ұйымдар өздерінің қажеттілігін көрсете алған жоқ. Кеңес үкіметі тарағаннан кейін екі полярлы, екі саяси бағыттағы жаңағы әлемдік деңгейдегі бірмен бірі бәсекелес екі бағыт бар еді ғой, коммунистік, жаңағы не дейміз, және капиталистік бағыт. Сол жойылғаннан кейін халықаралық ұйымдардың бәрі, саясаттандырылған халықаралық ұйымдардың бәрі, олардың бәрі өздерінің не дейді, қажетсіздіктерін көрсетті. Сондықтан американдықтар айтады, егер қажет жоқ болса, онда біз өзіміздің ойымызға келгенін біз де жасаймыз деді. Қазір американдықтар өзінің ойына келгендерін жасап жатыр. Олар Біріккен ұлттар ұйымында қолын бірақ сілтейді, халықаралық сотқа да бірақ сілтейді. Иә, жасап жатқандары заңсыз. Адами заңсыз, ресми түрде заңсыз, гуманитарлық бағынан заңсыз, өте заңсыз деп жатыр. Бұны айтып отырмын ғой, мен әлім жеттік дейді бұны. Әлім жеттік жасап жатыр. Өзінің әлі жете ме, ананы баланы тартып алады. Ұрып, басынан бір ұрады да тартып алады. Ондай Ойына әлімжеттікті біздің Қазақстанға да көрсете алады ма? Қазір бізге қандай көрсете алады. бізге келіп те мысалы өзін Көрсете жаңа уақытша президент деп Трамп жариялай ала ма, мысалы сондай жағдай болатын болса, оның ешқандай. Жоқ, енді былай да, ол кез келген қазір елге күш көрсете алатынын көрсетті. Енді Еуро одаққа ондай күш көрсете алмайтын шығар, Қытайға ондай күш көрсете алмайды. Мүмкін Ресейге де дәл ондай күш көрсете алмайды. Өйткені қайткенде де ол жердің бәрінде атом бомбалары бар. Бомбасы. Сондықтан оларменен санасатын шығар. Басқа елдердің бәріне өзінің қажетті деп тапса, сол елдер Американың не дейміз, мүддесіне, Америка халқының мүддесіне қатысы бар мәселе болатын болса, олар әлімжеттік жасай алады. Және жасап келе жатыр. Тек Трамп келген уақытта осы ашық көрініс тапты. Бұрын да жасап келе жатыр, айтып отырмын ғой мен. Бұл жаңа бір деңгейге көтерілді да Трамптың бейнесіменен, Трамптың тұлғасыменен Америка өзінің ешбір елден қаймықпайтынын, барлық елден жоғары екенін көрсетті. Және көрсеткен уақытта жақсылықпен емес, жамандықпен көрсетіп жатыр. Өкінішке орай. Украинаға сол көмектесемін деген сияқты, әлі соғысты тоқтатамын деп бірнеше рет мәлімдемелер жасады ғой, бірақ ешқандай да нәтиже болмай жатыр ғой. Неге олай болып отыр? Бұл Украина мен Россияның арасына түсіп отырып, бұл тек қана менің ойымша пайда тауып отыр. Америкаға пайда келіп отыр. Қандай пайда мысалы? Сол соғыста бұлардың қару-жарағының бәрін бұл айтады, біз НАТОға береміз. Ал Европаның халқы, бүкіл Украинаны қолдайтын мемлекеттер ақша жинап, сол қаруды сатып алып Украинаға беріп жатыр. Білесіз ғой? Бұрын Байден Украинаға тікелей беретін тұғын. Иә. Енді бұлар айтады, жоқ, біз сатамыз дейді. Пайда, соғысқа пайда көріп жатыр. Анау екі Лукойл мен Роснефтке санкция салды ғой. Демек, олардың алып отырған мұнайын алмайтын ел енді кімнің мұнайын алады? Американың мұнайын алады. Тағы пайда ма? Пайда. Қысқасы, бұл жаңағы соғыстан біреудің өлімі біреуге пайда болып жатыр. Америка көп пайда тауып жатыр, ашық айтайық. Өте көп пайда тауып жатыр қазіргі кезде осы соғыстан. Мүмкін ол адамшылыққа келмейді бар, бірақ бұл шындық, ақиқат сол пайда тауып жатыр. Сол пайданы табуға кірісті. Енді кейде Трампты бизнесмен дейді ғой, шындығында бизнесменнен келді ғой бұл саясатқа. Сондықтан ол өзінің бизнестік бағытын ұстап келе жатыр. Ол жаңа Украинаның қырылып жатқан халқын ойлап жатқан жоқ. Ол сол арқылы қалтасын толтырып ойлап отыр. Ашық айтайық. Украинадағы соғыс қашан тоқтауы мүмкін, досаға? Енді біреулер биыл тоқтайды дейді. Бұл былайда екі жағы титықтаған уақытта тоқтайтын сияқты. Титықтау деген бар ғой. Шаршау, тоқтау, шамалары келіп, бүкіл ресурстары біту. Сіз бір сұхбатыңызда, маған берген сұхбатта, Ресей сәл титықтап, шаршап келе жатыр деген едіңіз жаз айында. Жоқ, былайда мен айттым, шаршап келе жатыр, бірақ
жыланды үш кессең де кесірткелік қауқары бар дейді. Сондықтан Ресей Украинадан бұрын шаршап қалады деп мен ойламаймын. Және ең бастысы, егер Украинаға Евроодақпен қоса Америка көмектессе, онда Ресей титықтар еді. Жарыста, осы жарыста, экономикалық жарыста. Бірақ Ресейге қазір тек қана Евросоюз ғана, Евроодақ көмектесіп жатқан уақыттарда бұл ұзаққа созылатын түрі бар да. Себебі олар дәл Америка сияқты көмек беруге мүмкіндіктері жоқ. Евроодақтың 28 елінің. Иә, оған Канада қосылады, Англия қосылады, Жапония қосылып жатыр, жаңағы Оңтүстік Корея қосылып жатыр. Тағы да бір шама 20 шақты елдер бар көмектесіп жатқан Евроодақтан басқа да. Бірақ солардың бәрінің беріп көмектесіп жатқан ақшалары Американың беретін ақшаларына жетпей отыр. Сондықтан бұл тараздың басы екеуі тең болып қалды да. Бұл Украинаның бір артында үлкен қауқар бар еді. Америка көмектесіп отырған уақытта. Қазір Америка айтады, сатып ал дейді. Мен көмектесем, бірақ бәрін сатып ал дейді. Енді соңғы сұрақ аға, жалпы осындай геосаяси тұрақсыздық кезінде Қазақстан өзін қалай ұстау керек? Мысалы, мына жақта Ресей, Қытай деген сияқты соғыс болып жатыр, қорқыныш, үрей деген сияқты айтып жатыр ғой, әртүрлі пікірлер, гибридтік соғыстар, ақпараттық шабуылдар. Халық негізі осындай жағдайда сенімділікті күшейтіп, жалпы қалай өзін ұстау керек? Мен өзім әріптестеріме айтайын. Мынандай жаңағы хайпабайт етіп, жаңағы осы екі елдің арасында болған соғыс, осыны енді қызып тұрған жағдай ғой. Елді қорқыту, екінші бізде соғыс ашылады, ондай бәлені басымызға тілемеуіміз керек. Өзіміздің еліміздегі бейбітшілікті сақтауымыз керек. Әңгімені ондай жаңағы артқы кезде жаңағы біздің президент айтты ғой, осы истерия жасаған, осындай елге жаңа жамандық алып келетін, елге жаңағы басқа елдің көзқарасын бұзатын әңгімелерді тоқтату керек, қылмыс істерді ашу керек дейді. Мен сол сөзімен мемлекет басшысымен келісемін. Ол жаңа өзінің бір мүддесін, өзінің жаңа бір заттарын жасау үшін, мынайша қазақша айтқанда, аузына келген затты айта берудің қажеті жоқ. Елге де, мемлекетке де.